Арыстанның ашуы. Бір борсықтың көп баласы болды. Ол балаларына әдемі үй салып бергісі келді. Балаларының әрқайсысы бөлек-бөлек бөлмелерінің болғанын қалады. Сөйтіп, борсық іске кірісті. Үй салу үшін ағаштың жас шыбықтары керек еді. Жақын маңдағы ағаштың жабай болып кеткен жас бұтағын өткір тісімен кесе бастағаны сол еді. Бір жапалақ ұшып келіп, «Бұл ағаштардың бәрі менікі, алмайсың», деді. Өзі борсықты жұтып жіберердей тіптен таптап береді. Қорқып кеткен борсық басын бұқып отыра қалды. Борсықты аяп кетті-ау дейм, жапалақ жұмсарып. «Бұл ағаштар саған не үшін керек еді?» деп сұрады. Борсық балаларына үй салатынын айтты. «Жас бұтақтардан маған да көп қылып кесіп беретін болса, рұқсат берейін. Өзіме күндіз тербеліп ұйықтайтын төсек тоқып алайын», деді жапалақ. Борсық келісіп, екеуіне де жететіндей көп бұтақ кесті. Бұл күн борсық үшін өте ауыр күн болды. Себебі ол тыным таппай 24 сағат бұтақ кескен еді. Жапалақты риза қылып, өзіне бұйырған бұтағын алып, үй салатын жерге әрең жетті. Енді ағаш дайын. Қамыс керек. Борсық көл ортасында өсіп тұрған қамысқа келді. Айналасын әбден қарады. Есі жоқ. Тегін жатқан қамыс сияқты. Ол өткір тісімен қамысты сықырлата бастаған сол еді. Жан-жақтан қуалап көп көлбақа шыға келді. Борсық, біздің қамысымызды неге кесіп жатырсың?» деді арасындағы бір ірі бақа. «Үй салайын деген борсықтың дауысы дірілдеп шықты. «Кімге саласың?» деді тағы бірі. «Балаларыма». деген әлгі дәу көлбақа өзгелерін өзінің қасына шақырып алып, бірдеңені ақылдасты да: «Онда біздің бір шартымыз бар. Егер сен соны орындасаң, саған біз аздап қамыс береміз. Ал орындамасаң, онда бар, жөніңді тап», деді. «Қандай шарт болса да орындауым керек», деді борсық. «Онда былай. Анау ірі қамыстарды тісіңмен орып түсіріп, қайық жасайтындай шақтап кесіп бересің». Бұл ұзақ жұмыс еді. Борсық 3 күн, 3 түн жүріп барлық көлбақаға қайық болатындай қамыс орды. Өзіне 3-ақ түп қамыс алды. Сол 3 түп қамысты арқалап, үй салатын орнына шаршап, шалдығып, әрең жетті. Енді илеуі қанған саз балшық керек. Әлгі көлбақалар емденіп алған көлден аулағырақ кетті. Саз балшық жағалай жатыр екен. Жан-жағына мұқият қарады да, ешкім жоқ екенін көрді. Сонда да біреу-міреу келіп қалама деп, тағы да біраз күтіп отырды. Ешкім келмеген соң, борсық саз балшықтан көсеп ала бергенде, бір тырна ұшып келіп, борсықты ұзын сирағымен салып қалды. Борсықтың басы балшыққа былш кетті. «Бұл не ұрлыға? Тапа-тал түсте?» деді тырна керіле. «Ұрлық емес, есі бар ма деп біраз отырдым. Ешкім келмеген соң ғана алдым», деді борсық батылданып. «Балшықтың есі бар, ол мына мен», деп борсыққа сынай қараған тырна. «Саған балшық неге керек?»
деп сұрады. Балаларыма үй салайын деп едім, деді Борсық. Балаларға үй салып бергенің дұрыс. Онда екеуміз былай келсейік. Мен ана жақта үй салып жатырмын. Алыс емес, анау жерде. Соған мана саз балшықтан көп қылып тасып берсе, сосын қалғанын ала берші, деді Тырна. Бұл күн Борсықтың уақыты балшық тасумен өтті. Кешке керегінше балшық алып, жаңа үйінің орнына зорығып, шаршап, шалдығып, әрең жетті. Енді үй салатын құрылыс заттардың бәрі дайын. Тек қамыс пен бұтақты бір-біріне біріктіріп ұстататын жіп керек. Борсық жібек көбелегіне келді. Жібек көбелек, үй салуға біраз жіп бересің бе? Балаларыма үй салып берейін деп едім ғой. Не айтсаң да соны орындайын, деді Борсық бірден келісіп алмақшы болып. Біраз жібегінен суырып алып берген көбелек, балаларың үшін үй салатын болсаң, онда тегін беремін, деді. Жібек көбелектің кеңдігіне риза болып, қайта-қайта алғысын айтып, Борсық үйіне тез оралды. Бала шағасымен бірге үй салуға кіріскен Борсықтың қасына біраздан кейін арс етіп арыстан жетіп келді. Мына жерге үй салуға саған кім рұқсат берді? Бұл менің жерім, тез кет, деді. Борсық жыларман болып, сол-ақ екен арыстан жұмсарып. Мына қамысыңнан біраз берсең, қала бер. Астыма төсеп жататын қамыс керек еді, деп Борсықтың рұқсатын күтпестен 3 қамыстың 2-ін алып кетті. Борсық қалған бір қамысты үнемдеп, тұтас пайдаланбай 2-ге бөліп алды. Балаларына да бұтақты өткір тістермен кесуді тапсырды. Сол сәтте қайдан шыға келген кім білсін, қызыл түлкі келіп, бұл жерге үй салуға кім саған рұқсат берді? Деп майысты. Бұл не? Сенің жерің бе еді? Деді Борсық ашуланып. Я, деді түлкі беті бүлк етпестен. Жаңа ғана арыстан бұл менің жерім деп шамал қамысымды алып, үй салуға рұқсат беріп кеткен, деді Борсық. Арыстанның жері болса, онда оның өзі қайда? Бұл жерде мен ғана тұрмын. Яғни бұл менің жерім. Қыс жақындап келеді. Аулаған балықтарымды сүйрейтін маған шана керек. Шана жасап алатын бұтақ берсең, үйіңді онда сала бер, деген түлкі де Борсықтың беруін күтпей, кесілген бұтақтың тек 2-ін қалдырып, қалған алып кетті. Борсық басын ұрып қатты ашуланды. Жер тепкілеп жылап алды. Енді не істерін білмеді. Балаларды, әке, енді үй салмайтын болдық па? Деп жан-жақтан шулады. Жоқ, саламыз үйді, деді Борсық. Ол азғантай ғана ағаш пен қамысты жібек жіппен әбден орап, төбесін балшықпен мол жауып, үйін бітірді. Үй сырттай қарағанда өте әдемі болып шыққан сияқты. Бірақ бұл үйді ойнап жүрген арыстанның балалары көріп қойды. Олар қызық көріп үйге кірді. Ішінде отырған Борсықтың балаларын сыртқа қуып шықты. Улап-шулап жылаған балаларына Борсық: жыламаңдар. Бұл жердің бетінде бізге баспана болатын орын жоқ екен. Олай болса, жердің астынан қазып аламыз үйді, деді. Бұған балалары қуана-қуана келісті. Оларға жер қазған өте қызық еді.
Борсық балалармен жер астынан ін салып, мәре-сәре болып жатқанда, аз ғана қамыс пен ағаштан тұрғызылған үй құлап, арыстанның балаларын басып қалды. Иі қанған мол балшықтың астынан балаларын әрең аршып алған арыстан борсықты іздеп жан ұшырды. Ұстап алып тіптен жеп қойғысы келді. Борсықтың жер астынан ін қазып алғанын естіген ол ініне барды. Ін аузынан: "Үйің өте сапасыз салыныпты, балаларымды басып қалды" деп ырылдады. Борсық та қалыспай: "Бар қамыс мен бұтағымды түлкі екеуің тартып алсаңдар, үй әрине сапасыз шығады" деп айқайлады жер астынан. Мына сөзді естіген арыстан: "Ах, түлкі, ой қу түлкі, қазір сені ме?" деп тұра жүгірді. Жас бұтақтан жасалған шанасын сүйретіп, майысып келе жатқан түлкіні көргенде, арыстанның көзі ашудан одан әрі қарауытып кетті. Ол бір ауыз сөзге келместен түлкіні қылғытып жіберді. Арыстанның ашуы сөйтіп тарқады.